Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен іш майды ерітіп, осылай тоң май жасайтын боламыз. Бұл табиғи, таза әрі пайдалы майлардың бірі, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Менде бұл жерде жуып тазаланған іш май. Бұл майды қойдың құйрық майымен шатастырып жүрмеңіздер, өйткені қойдың құйрық майы басқа, бұл іш май басқа болады. Енді бұл іш майды мен қазір ірілеп турап алып, ет тартқыштан, яғни мясорубкадан өткізетін боламын. Сіздерде ет тартқыш болмаса, ұсақтап, кубиктеп турап алсаңыздар болады. Ет тартқыштан өткізетін болсаңыздар, қазір майды еріткен кезде артық қалдықтары, отходтары өте аз шығатын болады, сондықтан мейлінше ет тартқыштан өткізуге тырысыңыздар. Майды турап жатқан кезде арасынан осындай қажет емес артық бездер шығуы мүмкін. Міндетті түрде мұқият қарап отырып алып тастаңыздар. Енді турап алған іш майды осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жаңа сіздерге айтып өткенімде, бұл табиғи, таза әрі пайдалы майлардың бірі. Өздеріңіз де білетіндей, біздің ағзамызға өсімдік майларымен қатар осындай жануар майлары да қажет болады. Ертеректен әжелеріміз, аналарымыз бұл майды ешқашан ысырап етіп тастамай, тамақ жасаса да немесе бір нәрсе пісіретін болса да осы майдан қолданатын болған. Бұл майдың өзіне тән иісі және де дәмі болады. Енді ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін қазір орташа немесе төмен отта осы майды ерітетін боламыз. Мен төмен отта еріттім. Осылай еріген кезде бетінде өзінің көбігі шыға бастайды. Бұл көбікті барынша алып тастауға тырысыңыздар, және де артық қалдықтары да көріп тұрғандарыңыздай қатты көп шыққан жоқ. Енді осылай баяу отта тағы да бір 5 минуттай қайнатып аламыз. Одан соң кішкене суытып, бөлек ыдыстарға құйып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл майды ерітіп дайындаудың ешқандай да қиындығы жоқ. Кішкене уақыт тұрғаннан кейін мен осындай ыдысқа сүзіп алдым. Қаласаңыздар банкаға да сүзіп алсаңыздар болады. Өздеріңіз де байқап тұрсыздар. Артық қалдықтары қатты бір көп те шыққан жоқ. Енді осы майды бір 2-3 сағатқа бөлме температурасында бетін жауып қалдырсаңыздар, өзі-ақ тоңып қалады. Атауы айтып тұрғандай, бұл май өзі тез-тез тоңады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, тоңған кезде майдың түсі осындай әппақ түске енеді. Енді мен осыны пакеттерге салып, тоңазытқышта сақтайтын боламын. Бөлме температурасына сақтай берсеңіздер болады. Бұл майды бауырсақ пісіргенде сұйық маймен қатар осы майдан да кішкене қосып пісіруге болады. Және де тамақ жасағанда да аз-аздан қосуға болады. Сондай-ақ самсаның қатпарлы қамырын жасаған кезде мен міндетті түрде осы майды пайдаланамын. Және де қаттама жасағанда да пайдалансаңыздар болады. Самсаның қамырын дайындағанда ортасына тек қана сары майды жаққаннан көрі, сары маймен осы тоң майды араластырып жағатын болсаңыздар, самсаларыңыз қатпарлы әрі қытырлақ өте дәмді шығады. Сіздерге сол рецепті қалдырамын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыз.